Баршаңызға сәлем. Жасыл гречкадан осындай әдемі панкейки дайындаймыз. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Осындай панкейки дайындау үшін 300 грамм гречканы алдымен жақсылап жуып аламыз. 300 грамм гречканың үстінен 500 мл су құйып түнге қалдырып қоямыз. Бір түн тұрғаннан кейін ертесіне ыдысымызға салып, жақсылап, блендерлеп езіп аламыз. Дайын массамызға жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық сода, 3 ас қасық кокос майын немесе кез келген басқа сұйық май құйып, 2 ас қасық лимон шырынын құйып, қызып тұрған табамызда осылай пісіріп аламыз. Осымен біздің панкейктарымыз дайын, ас болсын.